Армысыздар, құрметті көрермендер. Арнада демек жеті дерек. Жұт жеті ағайынды дейді қазақ даналығы. Яғни ел шетіне жұттың бірі ілінсе, өзгесі ілесе жүрмек. Тілімізде жұтқа ұрыну, жұт жүру, жұттан шыққандай, жұтаған жұртын мақтайды, жеті жұт келгендей, тағы басқа тіркестер мен мақал-мәтелдер баршылық. Төрт мезгілді құбылмалы ауа райы билік жүргізетін қазақ даласында табиғаттың қолайсыз құбылыстары болып тұрады. Жақсылық пен жамандықты жеті санымен мөлшерлеген қазақтың ұғымындағы жеті жұтқа не жатады деген сұраққа жауап іздегенімізде саралап келгендегі ортақ жауап мынау болды. Бірінші, қуаңшылық. Яғни аптап ыстықтан жер көктемеуі. Екінші, малдың жұтауы. Яғни жаз қуаңшылық болып, жайылым тапшылығын көріп, қоңданбаған малдың қыс пен көктемде арықтауы. Үшінші, алапат өрт. Күн ыстық, құрғақшылық болған себепті аса көлемді аумақтың өртенуі. Төртінші, ауру, індет. Адам мен малға жұғатын зияны орасан зор дерттің жаппай таралуы. Бесінші, топан су. Жауын шашын мол жауғандықтан сел мен тасқын жүруі. Алтыншы, зілзала. Жер сілкінуі салдарынан туындайтын апатты жағдай. Жетінші, соғыс. Елдің ішіндегі немесе халықаралық ауқымдағы ірі қақтығыс, жанжал. Нөмірі 7-ші жалпы білім беретін мектептің жобасы. Демек, 7 деректің кезекті саны 7 жұт туралы болды. Елімізде болып жатқан 7 жұттың бірінен жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Келесі 7-де кездескенше сау, саламатта болыңыздар.